Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. Сорлы ит қыстың аязына шыдамай, қиналып, арықтап кетті. Бораннан ықтар пана таппай, желге арқасын тосып жата берді. Суық сүйегіне өтіп, жаны қысылған шағында өзін бүйдеп жуатты. Осыдан жаз келсін, өзіме жып-жылы етіп баспана соғып аламын. Кетек салу маған түк емес, әрі кетсе бір апта қиналармын, бірақ қыста қызығын көремін. Сәл шыдасам, бұл қыста аязда өтер, деді. Осылайша ит байғұс өзін жұбатып жүріп, қысты өткізді. Жадырап жаз келді, бірақ ол кезде ит көлеңке жағалап, ыстықта ерініп жатты. Кейбір кісі жаны қысылған кезде өйтемін, бүйтемін деп ант береді. Қиналғандағы түрі өзін уәдемен жұбатқан иттің хәлінен аумайды. Есегі көпірден өткен соң уәдесін ұмытады. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.